Матриархат және құқықтарынан айырылған ерлер. Мен бұл видеода Сахараның жүрегінде өмір сүретін жұмбақ туарек тайпасы туралы айтатын боламын. Сіз олардың өмір салты, қайталанбас салт-дәстүрлері және исламға тән емес отбасылық қарым-қатынастары, ер адамдардың бөтен әйелге жүзін көрсетпейтіні жайлы және бұл халықта матриархат әлі де бар ма білетін боласыз. Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып қызықты видеолар тамашалай аласыздар. Туаректер, яғни көк адамдар, Сахараның шексіз құмдарына шашырап кеткен халық. Олардың көшпелі өмір салты бірнеше Африка елдерінің шекаралары арқылы өтеді. Туаректер Сахараның шексіз құмдарына шашырап кеткен халық. Олардың көшпелі өмір салты бірнеше Африка елдерінің шекаралары арқылы өтеді. Мали, Египет, Мавритания, Нигер, Чад, Алжир, Ливия, Буркина Фасо және Нигерия арқылы. Туаректер индиго түсті киімдеріне байланысты көк адамдар деп аталады. Бұл берберлер тобынан шыққан халық 7 ғасырда исламды қабылдаған солтүстік Африканың байырғы халықтарының жалпы атауы. Табиғат апаттарынан қорықпайтындықтан олар өте батыл адамдар болып саналады. Жол талғамайтын көлік тіпті олардың есімімен аталды – Volkswagen Touareg. Олардың сенімінің негізгі аспектісі таухид, бір құдайдың ілімі. Туаректер 5 уақыт намазын оқиды, одан кейін Рамазан айында ораза ұстайды, мүмкіндігінше қажылық жасайды, яғни Меккеге қажылық жасау сияқты исламның негізгі рәсімдерін сақтауға тырысады. Олардың сенімінде исламға дейінгі дәуірге жататын элементтер бар. Сол қағида бойынша православиеда пұтқа табынушылық элементтерін ұстанады. Туаректер рухани және физикалық қауіптерден қорғайтын қасиеттеріне сеніп, тұмарлар мен әшекейлер пайдаланады. Ислам дінін ұстағанмен, туарек қоғамда мүлде басқа заң бар. Мұнда әйел паранжа астына бетін жасырмайды және оның сұлулығына басқа ерлер тәнті болу керек деп есептейді. Мұнда әйелдер паранжа кимегенмен, керісінше ер адамдар орамал тағады. Кәмелеттік жасқа жеткенде, олы әкесінен сыйлық ретінде тагелмас деп аталатын арнайы таңғышталады. Сол уақыттан бастап ер адам әйелінен басқалардың барлығынан бетін жасырып, басына таққыш немесе орамалды киеді. Бұрын бейтаныс адам ер адамның бетін көрсе, Туарек кодексіне сәйкес ол өз өмірін қиюға мәжбүр болған. Әрине қазіргі заманда мұнда қатал заңдар енді соншалықты сақталмайды. Алғашқы киім кию ислам әулиесі мұрабит жасаған ерекше ырыммен тойланады. Жігіттің басына орамал кигізіп, Құраннан бірнеше сүре оқиды. Туарек жамылғысы ерлік пен ата-бабаларды қастерлеуді білдіреді. Туарек тайпаларындағы некедегі қағидаларға келетін болсақ, туарек үйлену тойлары әдетте жаңбырлы маусымда өтеді. Қалыңдықтың шашын қара құммен ысқылап өреді. Одан кейін қыз туыстарымен есекке немесе түйеге мініп, күйеу жігіттің лагеріне барады. Үйленетін ер адам өз кезегінде мереке күні әрқашан аяғын қынамен бояйды. Бұл құнарлықты білдіреді және зұлым рухтардан қорғайды. Той біткен соң жас жұбайлар бір жылға қалыңдықтың лагеріне барады. Осы уақыт аралығында жаңа күйеу әйелі мен оның туыстарының сенімін ақтау үшін көп жұмыс істеу керек. Егер ол ешкімнің көңілін қалдырмаса, ол әйелін өз лагеріне апара алады. Ауылдық жерлерде ата-аналар мен олардың балалары жеке шатырда немесе шағын елді мекенде тұрады. Бұл тұрғын үй иесі некедегі әйелдің атымен аталады. Әлеуметтік жағдай мал, дүние, мүлік әйелдер арқылы өтеді. Әйелдер ажырасуды бастап, күйеуін үйінен қуып жібере алады. Көбінесе ер адамдар әйелінен ажырасқаннан кейін тек түйемен ғана қалады. Ажырасу құрметіне той өтеді. Ажырасу әйел үшін стигма, яғни әлеуметтік теріс көзқарас емес. Сондықтан ол әйел оңай қайта үйлене алады. Туаректер үшін әйел қасиетті және дәстүрлердің негізін қалаушы. Бұл халықтың мифтерімен расталады. Солардың бірінде егіз қыздары халықты шөптермен емдей бастаған алғашқы емші атанған жауынгер әйел Тағұрмат туралы баяндалады. Туаректер қоғамында әділ жыныстың маңызды рөл атқаруының басты себебі олар өздерін Сахараның ұлы билеушісі Тинхинанның ұрпақтарын санайтынында болса керек. Жергілікті аңыз бойынша ол тайпаларды біріктіріп туаректердің арғанасы болды. Ер адамдар әдетте дене бітімі арық болады, бірақ олар әйелдердегі толықтықты жақсы көреді. Туарек фольклорында идеалды келбет иесі денесінде май қатпарлары бар қара шашты қыз бейнеленген. Ата-ана баласына туғаннан бір аптадан кейін ғана ат қоя алады. Сәбиге жасырын ат тамашек туарек тілінде қойылады. Келесі күні баланың басындағы барлық шаштар оның рухани әлеммен байланысын үзу үшін қырылады.
Содан кейін ата-ана баласын мешітке апарып Құраннан арабша есім таңдайды. Аналық туыстық қарым-қатынас күштірек саналады. Сондықтан ер адам жеке мүлкін өз баласына емес, әпкесінің баласына береді. Үйленген ер адам әйеліне адал болып қалады, ал әйел оңды-солды қарай жүруге құқығы бар. Бірақ ашығы түннің бір уағында қонаққа келіп таң атқанша кетіп қалса болғаны. Қоғам әйелден неке адалдығын талап етпесе де, некеден тыс қарым-қатынасты жарнамалау жаман көрініс болып есептеледі. Кейбір стереотиптерге қарамастан, туарек әйелдері ер адамның көлеңкесінде тұрмайды және үлкен еркіндікке ие. Шын мәнінде бұл төзімді әйелдер көбінесе олардың отбасылары мен қоғамдастықтарының тірегі болып табылады. Күйеулері болмаған кезде туарек әйелдері үй шаруашылығын басқарады және отбасылардың амандығын қамтамасыз етеді. Бала кезінен қыздар оқу мен жазуды үйренеді, ал ер адам өмір бойы білімсіз қалуы мүмкін. Оның басты міндеті отбасын асырайтын білікті жауынгер және асыраушы болу. Туаректерде матриархат бар ма? Бір мағынада бұл шындық. Әрине олардың қоғамда әйелдер үстемдік етеді, ал ерлер негізінен құқықтарынан айырылған сияқты әсер қалдырады. Отбасына ақша келу, беттерін жасыру, бірақ іс жүзінде бұл мүлдем дұрыс емес. Зерттеушілер әлі күнге дейін туарек қоғамның матриархалды екендігі туралы дауласуда, бірақ көбінесе олар исламды ұстанатын басқа халықтармен салыстырғанда оның бұрынғысынша тең екендігімен келіседі. Жалпы қазіргі әлемдегі көшпенділердің өмірі ерекше. Шөл дала олардың үйі және ұстазы, ал отбасылар осы қатал ортада аман қалу үшін бір-біріне арқа сүйейді. Қарт адамдар мәдениеттің ерекшелігін сақтай отырып, дәстүрлі даналықты ұрпақтан ұрпаққа жеткізуде. Туаректер өздерінің мәдени болмысын сақтау мен өзгермелі уақытқа бейімделу арасындағы нәзік тепе-теңдікті сақтайды. Тамырын терең қастерлейтін қайратты халық десек те қателеспейміз. Туаректердің қалаға қоныстанғанына және қазіргі әлеммен ықыласпен араласатынына қарамастан, олардың қоғамы әлі де таптарға бөлінген. Дворяндар, діни қызметкерлер, қолөнершілер және жұмысшылар табы. Туаректер негізінен мал шаруашылығымен айналысады, бірақ бұл күнкөріс үшін жеткіліксіз. Олар сондай-ақ оазистерге ағаш отырғызады, керуендерге ілеседі, сауда жасайды, туристер үшін қолөнер жасайды. Әйелдер айдалаға жұмыс істемейді, мал бақпайды, ең көбі ер адамдар еккен егінді жинайды. Ер адам тек әйелінің алдында тамақ іше алады. Егер басқа әйел оның тамақтанып жатқанын көрсе, дереу оған артын бұру керек. Бұл үлкен отбасы мүшелеріне де қатысты. Туарек ерлер әйелін қажет болған жағдайда көбірек жеуге ынталандыру үшін оның қанша жейтінін бақылауға тырысады. Мұның себебі туаректердің эстетикалық қалауларында жатыр. Жоғарыда айтылғандай, олар толық дене бітімі бар әйелдерді ұнатады. Туаректердің өміріндегі ең маңызды рәсімдердің бірі шай ішу. Онда көптеген нәзіктіктер, ережелер мен рәсімдер бар. Шай әр тамақты аяқтайды және ұйықтау уақыты келді деген сигнал ретінде қызмет етеді. Қонаққа келіп, кем дегенде бір кесе шайдан бас тарту әдепсіздік болып саналады. Туаректер нандарын құмға пісіреді. Олар от жағып, жалыннан тек көмір қалғанда жанған жерді аздап тазартып, сол жерге жалпақ қамырды қойып, үстіне құм мен күл себеді. Нан дайын болған кезде барлық артық заттарды шайқау үшін ағаш бұтағын пайдаланады. Туаректер дәстүр мен әдет-ғұрыпқа соншалықты жақын болғанмен, олар заманауи әлемге ашық. Осы видео ұнаса, лайк басып және арнама жазылып, мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтер тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай факт арнасы.